Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух. Начнем, сестры. Бисмиллахи алхамдулиллахи нахмаду ва настагинуху ва настагфируху наузу биллахи мин шурури анфусина ва мин сайyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ва расулуh. Біздер жалғастырамыз иншалла біздің сабағымызды. Ол 20-шы бетке келіп жеттік. Біздер ваул жамаға келдік, иә. Ваул жамаға дегеніміз сондай дамир, который присоединяется к фиолу, иә, присоединяется к фиолу. Қазір иншалла ашып алайық біздер кітабымызды. Так, ваул жамаға бізде ваул жамаға, вау, сондай бір вау, әріп вау да. Бізде араб тілінде вау әртүрлі да, аттарымен болуы мүмкін. Вау харфу атф бар, мысалы, иә. Вау деген нәрсеге просто әл вау деп айтпаймыз. Әл вау, значит, вау харф, мысалы, харфу атф бар, мысалы, да, вау жамаға бар, мысалы. Мына жерде вау жамаға дегеніміз көп дегенді білдіреді, иә. Сол көптік бір вау. Ол не үшін? Вау жамаға дегеніміз дамир. Ол бізде дамир болып табылады, харф емес. Адамир дегеніміз ол уже исім тобына жатады, иә. Исім тобы деген сөз уже исім болған соң ол уже бір сөйлем мүшесі болады деген сөз, солай ғой. Бұл жерде вау жамаға бізде дамир лил музаккарил ақили яттасилу бил фиғли ва хуал фағил дейді. Не дейді? Ол вау жамаға фиғлге қосылады, яттасилу бил фиғлге жалғанады да, және ол фағил болады дейді. Обязательно фағил. Ол не үшін? Көптік вау деген не деген сөз? Егер біз өткен сабақтарда захаба, мысалы, иә, захаба дегенді біз муфрат күйлерінде ғана өттік. Муфрат күйінде ғана өттік. Мысалы, алиюн захаба илал мадрасати, мысалы, иә. Алиюн захаба илал мадрасати дегенді өттік. Захаба деген сөз ол уже фиғл, иә. Фиғл бұл жерде ол, мына жерде хуа дегенді подразумеваться ететін еді, иә. Хуа, захаба деген сөз ол уже меңзейді не нәрсені? Хуа, ол кетті, ол барды дегенді меңзейді. Ол тек қана не? Сонда муфрат күйін білдіретін еді, иә. Енді соның олар кетті, олар барды, олар үйтті, олар бүйтті дегенді, мысалы, іс әрекетті көпше түрде айту үшін бізде вау жамағаны қолданады екен, иә. Вау жамаға сол себепті да вау жамаға деп аталады, көптік вау деп аталады, иә. Ол фиғлге қосылады. Мысалы, захабу, мысалы, жаласу, хараджу, то есть біздер көп, мысалы, аттуллабу деп айтатын болсақ, аттуллабу дейтін болсақ, оған захаба делмейміз. Неге? Потому что олар көп. Иә, сондықтан оған вау жамаға қосады. Ал вау жамағаның қасында сестры всегда алиф жүреді. Ол алифтің аты алифул фариқа деп аталады. Алифул фариқа деп аталады. Бұл алиф фарқ деген жаңағы разница дегенді білдіреді. Ол не? Так, бұл алиф сестры вау жамаға екенін білдіреді. Мына жердегі вау жамаға екенін білдіреді. Оны алдағы уақытта неге именно бұл жерге алиф жалған жүретінін алдағы уақытта біле жатарсыңдар, иншалла. Бұл сарфтан түсінік, потому что кейбір глаголдарда, кейбір фиғлдерде, мысалы, мына жерде захаба, бұл фиғлдің әріптері осындай үшеу ғой, мысалы, біреу зәл, біреу ха, біреу ба, мысалы. Кейбір фиғлдер болады, оның аяғында вау болады. Мысалы, оның аяғында вау болады. Кәдімгі сол фиғлдің өзінің бір бөлігі, бір әрпі вау жамаға емес та. Сол кездерде мына вау жамаға екенін білдірту үшін именно осындай алифул фариқа деген алиф жүреді. Оның аты алифул фариқа. То есть ол алиф просто жазуда жүреді, бірақ айтқанда оны айтпаймыз, иә. Захабу просто бір вау жамаға екенін білдіртеді. Түсінікті ма? Просто жазуда барды, айтуда ол жоқ. Түсінікті ма? Ереже бойынша жазуда жазуымыз керек екен. Захабу, жаласу, хараджу. Сонда біз аттуллабу, захабу илал фасли деп айтармыз екен, да? Мысалы, илал фасли. Так, мысалы, айна захабат туллаб. Ал, мына жерде неге бұл жерде именно, қазір өштік. Неге бұл жерде захаба муфрат күйінде жазған, бірақ хатят аттуллаб, иә? Аттуллаб неліктен бұл жерде көп болса да, неге захаба деген муфрат күйінде жазылған деген сұрақ туса, біз айтамыз, егерде фиғл, иә, фағилдің алдына шықса, иә, фиғл, фағилдің алдына шығып кетсе, бірінші жазылса фиғл, онда фиғл муфрат күйінде жазылады. Иә, муфрат күйінде жазылады. Неліктен? Себебі фиғлден кейін
Бізде фағил тұрады, иә? Бұл фағил явный бар бұл жерде. Аттулябу. Иә? Аттулябу өзі фағил болады да, сондықтан фиғил муфрат күйінде жазылады. Бұл жерге захабу деп мынаны жазатын болсақ, мына жерге мысалы да, бұл жерде вау деген ваул жамағы вахуал фағил. Ол тек қана фағил да, басқа ештеме болмайды. Сондықтан захабу аттулябу деп айтатын болсақ, бұл жерде екі фағил кетіп қалайын деп тұр да. Ал екі фағил бұл жерде қажет емес. Бұл ваул жамаға бұл жерде қажет болмайды мына жерде, түсінікті ме? Мына жерде ваул жамаға қажеті жоқ. Себебі аттулябу бізде исм зохир кәдімгідей тұр. Түсінікті ме? Сондықтан егер фиғил алдыға шығатын болса, фиғил муфрат күйінде жазылады. Соны сестры ескереміз. Соны обязательно ескереміз. Мысалы көбісі бұны қателеседі, қате айтады. Егер фиғил алдыға шығатын болса, бізде фиғил муфрат күйінде айтылатын түсінеміз. Түсінікті ме? Потому что одан кейінгі айтылатын фағил уже бізге түсінікті, что ол көпше түрде екен да. Захабаттулябу мысалы. Ал енді мына жерде аттулябу алға шығып кетіп тұр, иә? Аттулябу алға шығып кетіп тұр. Бұл мағынасы бойынша жалпы сөйлемнің бұл фағил. Иә? Бұл фағил. Мағынасы бойынша. Бірақ иғрабта ол фағил бола алмайды. Понимаете? Фағил мағынасы жағынан мағынасы шире. Фағилдің как бы түсінігі именно мына сөйлемнің мағынасы бойынша ол кішкене ширелау, шире, то есть көлемдірек, иә, мағынасы. Ал бірақ иғрабта ол фағил деген нәрсе, ол фиғилден кейін келетін сөйлемше ғой. Иғрабта түсінетін болсақ, ол фиғилден кейін келу керек. Понимаете? Мына жерде сөйлемнің мағынасы бойынша фағил іс-әрекетті жасаушы екенін білеміз, иә? Бұл аттуляб фағил жалпы, иә, бірақ ол иғрабта емес. Иғрабта ол не болып кетіп тұр? Бізде мубтада болып кетіп тұр, понимаете? Мубтада болып кетіп тұр. Сондықтан фағил алға шығып кеткен, иә, бұл жерде мубтада болып кетеді уже. Сондықтан захабу деп бұл жерде ваул жамаға бізге нуждается уже этот фиғил ваул жамаға, понимаете? Сондықтан захабу деп ваул жамағаны уже жалғай отырып істейміз. Сонда захаба деген фиғилді ваул жамаға бұл жерде фағил ролін алып кетеді, түсінікті ме? Енді осының иғрабын алып кетейік иншалла. Мысалы, аттулябу захабу иләл матуами, да? Иләл матуами. Мысалы, аттулябу біз айтамыз, оған мубтада дейміз, иә? Мубтада марфуун ва аламату рафхихи ат-дамма. Захаба отдельно істейміз, әрине, вау жамаға бөлек. Фиғил мадин мабниюн алад-дом. Вау жамаға жалғанған кезде бізде фиғил мабниюн алад-дом болып кетеді. Неге? Себебі вау жамағаның алдына дамма бізге не? Дамма ыңғайлы. Вау жамаға жалғанған кезде біздің фиғил мадиніміз сестры даммалы болып қалады. Сосын түсіндіреміз, әрине түсіндіреміз. Бізде обычно фиғил мадиндар мабниюн алал фатх қой. Ал мабниюн алад дом болған уақытта это уже необычно. Необычный нәрсені бізде иғрабта не істейді? Түсіндіреді, иә? Не үшін? Литти солихи по причине присоединения литти солихи бивауил жамағати деп түсіндіреді. Литти солихи бивауил жамағати ля махалля лаху минал иғраб. По причине его присоединения к ваул жамаға, сестры, фиғил ваул жамаға қосылған үшін, қосылған себебінен иттисол деген қосылу, иттисол. Ваул жамаға қосылған себебінен бізде фиғил даммалы болып қалды. Иля махалля лаху минал иғраб деп айтылады. Ваул жамаға бізде дамир муттасил мабниюн аля сукун фи махалли роф фағил. Бұл фағил деп айттық ғой. Бұны фағил деп айтамыз. Обязательно, потому что ваул жамаға тек қана фағил. Басқа ештеме болмайды, сестры. Вахуал фағил. Сосын бұл жерде иля харуджар, иля аль-матғами исм мажрур. Сосын барып, вал джумлятул фиалияту, жаңағы захабу илял матғами фи махалли роф хабар болады. Хабар бізге қай нәрсеге? Аттулябқа хабар болады, иә? Бұл жерде джумля фиалия, уже джумля фиалия біздің хабарымыз джумля фиалия ретінде келіп тұр екен, сестры, бұны ескереміз. Бұл түсінікті ғой?
осындай күйінде жазылады сестры. Осындай күйінде иғрап айтылады. Бұл фиғылге уаул жамаға жалғанған кезінде. Ал егер де фиғыл алдыға шығатын болса, захаба ат-туллабу, кәдімгідей захаба ат-туллабу илал матғами. То есть бұл жерде захаба кәдімгідей фиғыл мадин мабниун алал фатхи ла махалла лаху минал иғраб, ат-туллабу уже явный фағил. Явный фағил. Потому что біздер не үшін бұлай істейміз? Потому что фиғылден кейін обязательно фағилді жазуымыз керек қой. Фиғылден кейін обязательно фағилді жазуымыз керек. Мысалы, бұл жерде ат-туллабу деп алға шығарып жібердік, иә, бұл мубтада болып кетті. Мына жерде просто захаба дейтін болсақ, бізге фағил керек болады. Фағил керек болады. А уаул жамағаның функциясы именно жұмысы сол фағил. Сондықтан да захабу деп ол фиғилге қосылып жазылып кетеді обязательно. Түсінікті ма? Ой. Понятно? Сол себепті бізде мына жерде уаул жамаға жалғанады. Ал мына жерде уаул жамаған жалғау қажет жоқ. Неге? Себебі фиғилден кейін бізде фағил явный бар. Бұл жерде уаул жамағын айтатын болсақ, бұл да фағил, екі фағил бұл жерде керек емес. Түсінікті ғой? Жақсы. Так, ары қарай әл-мударрису жаласа фил фасли. Әл-мударрисуна жаласу фил фасли. Жаласу фил фасли. Так, бұл жерде әл-мударрису біреу, иә, жаласа фил фасли. Ал көптеген мұғалімдер жаласу болып кетеді екен. Ал егер де біз мына фиғилді әл-мударрисунан алдына шығаратын болсақ, біз қалай айтамыз? Уже жаласа деп жаласал мударрисуна фил фасли деп айтамыз. Жаңағыдай фиғил алдыға шыққан уақытта муфрат күйінде жазылатынын ұмытпаймыз. Так, ары қарай ат-таджиру хаража, ат-туджару харажу болып кетеді. Түсінікті ма? Бұл жерде хаража фиғил, уаул жамаға фағил деп бізге қысқаша иғрабын айтып кеткен. Так, уаул жамаға бұл, сестры, уаул жамаға ескереміз именно дамир лил музаккар. Лил музаккар, именно мужской род үшін екенін ескереміз, сестры. Тек қана мужской род үшін ғана. Түсінікті ма? Дамирун лил музаккарил ақыл, именно для разумных, ақылдыларға, және тек қана мужской родқа жүреді. Тек қана мужской родқа жүреді. Себебі женский родқа уже өзінің басқа фиғилге қосылатын басқа нәрсесі бар. Міне ол бұл жерде қазір иншаллах нунун нисуа, нунун нисуаға келеміз. Пока женский род бойынша хунна. Өткен сабақта біздер хум деген дамирді өткен едік. Ол дамир әл-жамх, дамир ул-жамғил музаккар болған еді, хум деген. Ал мына жерде хунна дегеніміз ол дамир жамғил ғоибил муаннасил ақил. То есть хунна дегеніміз дамир жамғ көпше түрге арналған үшінші жаққа женский род, және тек қана разумныларға қолданылады, сестры. Басқа жан жануарларға, жаңа басқа ақылсыз нәрселерге біз айтпаймыз екен. Ман хаулаи хунна мударрисатун. Мыналар кімдер? Олар деп тұр, олар мұғалімдер. Айна зумала уки, сенің жаңа класстастарың қайда? Хунна фил махджағи, олар общежитиеде дейді. Ман хаулаи ахунна абна уки, то есть мыналар кімдер? Олар сенің балдарың ба дейді. Мына жерде банат деген сөз болуы мүмкін. Аллаху алим, неге мына жерде хунна деп абна деп айтқан мүмкін. Абна деген сөз женский родқа да қолданылады, бірақ ибн абна енді бұл мужской родқа қолданылады больше, да. Сондықтан ахунна банатуки деп айтқанымыз дұрысырақ. Ла хунна банату ахи. Мыналар кімдер? Олар сенің қыздарың ба? Жоқ, олар менің ағамның қыздары деген мағына. Айна толибатул жудуду, жаңа студенткалар қайда? Баудухунна фил фасли ва баудухунна индал мудирати. То есть олардың кейбіреулері класста, кейбіреулері директорде. Бұл жерде байқайтынымыз хунна деген дамир мунфасил болуы мүмкін, және баудухунна деп қосылып жазылғанда дамир муттасил болуы мүмкін екен ескереміз. Түсінікті ма? Кәдімгі дамир, мысалы, мабниун алал фатх фи махалли, там не болады, сол болады, иншаллах, сөйлемнің орнына қараймыз. Мына жерде хунна банату ахи, хунна мына жерде муптада. Ал бауду хунна деп қосылып жазғанда бұл жерде не болады? Фи махалли жар мудофун илейхин орнында. Ары қарай тауттанис, сестры, тауттанис бұл жерде білеміз, ол та. Не деген та? Тауттанис, танис дегеніміз женская та дегенді білдіреді. Ол женская та бізде сукунды жүреді, әссәкина.
сукунды жүреді. Ол тәнің аты та уттанис, именно женская та деп аталады. Себебі тәнің де әртүрлі нәрселері бар, иә. Та деген просто әріп, ол басқа да нәрселерді білдіру мүмкін, сестры. Сондықтан бұл жерде именно та, мысалы вау деген сөздерге именно не қандай вау, ол қандай та деген нәрселерді қосып айтады. Түсінікті ме? Атауында. Сондықтан бұл жерде та уттанис женская та дегенді білдіреді. Женская та дегенді білдіреді. Женская та дегенді білдіреді. Та уттанис ол харф, сестры, иә, ол харф. Көбісі жаңағы оны шатастырады. Дамир деп, фағил деп, мысалы, ол болмайды. Та уттанис ол харф сәкинун, то есть ол сукундалған харф дейді. Яттасулу бил фиғл, ол фиғлге ғана қосылады, және тек фиғл мадинға қосылады, сестры, фиғл мадинға. Ва ядуллу аля аннал фағил муаннас дейді. Және он указывает на то, что фағил бізде женского рода. Просто указывает, просто бізге білдіреді, сол та уттанис қосылды ма фиғлге, захабат, хараджат деп, ол деген просто бізге белгі берді, что фағил бізде женский род. Жаңағы іс-әрекетті жасаушы нәрсе женский род екенін бізге білдірді, түсінікті ма? Хараджат фатимату, ат-талибату джаласат фил фасли, захабат зайнабу илал мадрасати, хадиджату захабат. Түсінікті ма? Бұл жерде уже та уттанис қосылып айтылды, себебі фағилдар бізде женский род. Оны алдындағы сабақтарда біз алған едік, иә? Енді неге оны бізге қайталап тұр? Себебі бұл та уттанис муфрат күйінде қосылатын еді, иә? Муфрат күйінде, мысалы, Фатима біреу, мысалы, ат-талиба біреу, мысалы, иә? Ал көптеген женский родтағы сөздерге қалай айтылады? Нунун нисуа ол жерде қосылады. Нунун нисуа ол нун, иә? Нунда әртүрлі атаулар бар, нунда әртүрлі келеді. Бұл жерде нун ән нисуа. Бұл нун женская нун дегенді білдіреді. Нисуа деген, ниса деген сөздің бір синонимі, сестры. Ниса, әйелдер деген бар ғой сөз. Ниса ун. Сол әйелдер дегеннің бір синонимі нисуа. Түсінікті ма? Сондықтан женская нун былай айтқанда. Нунун нисуа ол да дамир. Ол дамир, уаул жамаға сияқты. Уаул жамаға ер адамдарға болса, нунун нисуа әйел адамдарға арналған көпше түрге қолданылады, түсінікті ма? Ол дамир лил муаннасил ақили яттасилу бил фиғли ва хуал фағил дейді. Не дейді? Ол да дамир, женский родқа арналған, ақылдыларға арналған, фиғлге қосылып жазылады, және ол фағил, басқа ештеңе емес. Ва хуал фағил деді ма? Все, басқа ештеңе емес, фағил. Түсінікті ма? Ол бізде тоже фиғлге қосылып, көпше түрі кезінде қосылады екен. Мысалы, ат-табибату көпше түрде көп врачтар не істейді? Хараджна минал мусташфа. Хараджна минал мусташфа. Мысалы, хараджат деп айта алмаймыз. Хараджат деп айта алмаймыз. Бізге фағил керек. А фағил бұл жерде нунун нисуа болады екен, түсінікті ма? Хараджна. Нунун нисуа қосылғанда фиғл сукундалып қалады, сестры. Нунун нисуа қосылғанда фиғл сукундалады. Хараджна. Хараджа фиғл, нунун нисуа фағил. Түсінікті ма? Ал егерде бізде фиғлді мына алдыға шығаратын болсақ, иә, алдыға шығаратын болсақ, то есть фиғл алдыға шығып, мына ат-табибату деген сөз мына жерге тұратын болса, онда бізде фиғлдің түрі хараджат. Муфрат күйінде жазылады. Манағы біздің мужской родтағы фиғл сияқты, түсінікті ма? Мысалы, захаба ат-туллабу деді ғой, захаба муфрат күйінде жазылады дедік. Дәл сол сияқты хараджат деп біздер не істейміз? Мына жерге алдыға шығатын болса, муфрат күйіне аударамыз. Хараджати табибату дейміз. Неге? Себебі хараджа фиғл, та уттанис фағил, та уттанис харф, ат-табибату бізде фағилдің ролінде өзі фағил болып келіп тұр, явный фағил, түсінікті ма? Сондықтан да бұл жерде соны ескереміз, сестры. Тоже фиғл алдыға шыққан уақытта бізде фиғл муфрат күйінде жазылады. Бізге жамана сол үшін жаңағы мына жерде та уттанисті бізге түсіндіріп кеткендері, түсінікті ма? Та уттанисті. Сондықтан мысалы хараджат дедік па? Хараджат уже ат-табибату деп кейін айтсақ болады. Түсінікті ма? Кейін айтсақ болады. Сондықтан да бізде мына жерде муфрат күйінде жазылады. Ал егерде ат-табибату алдыға шықса, онда хараджна деп нунун нисуаны қосып айтамыз.
Енді бұның еуробын алып кететін болсақ, мысалы, ат-тоби бату хорожна фиғыл, біздің обычный мадын фиғыл, обычный біздер неде фатхамен ғой, ал бұл жерде нуну нисуа қосылу себебінен сукундалып қалады, сестры, сукундалып қалады, соны ескереміз. Минал мусташфа, тобибату хорожна минал мусташфа. Тобибату бұл жерде не болады? Муптада болады, я оны білеміз. Муптада марфуғын ва аламату руфхихи ад-домма. Тобибату бұл жерде қандай жамғудың түрі? Бұл жерде қандай жамғудың түрі бұл? Жаму муаннас сәлим, я? Жамғу муаннас сәлим. Өткенде жамғулардың түрлерін өткенде алдық. Хорожа отдельно істейміз оған, я? Потому что ол отдельно. Фиғл мадын мабниюн аля сукун по причине присоединения его к нунин нисуа. Литтисолихи би нунин нисуа деп айтамыз екен. Түсінікті ма? Ла махалла лаху минал иғроб. Нунун нисуа ол дамирун متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. ол фағил болып есептеледі, солай ғой? Ол фағил, уахуал фағил деп жаңа анықтамасында өттік. Сосын минал мусташфа жар уал мажрур, я, ол жаңа харф жар мен исм мажрур. Сосын барып уал жумлату аль-фи'лияту, جملة الفعلية خرجنا من المستشفى في محل رفع не дейміз оған? Хабар дейміз. Түсінікті ма? Еуробы осылай айтылады екен, сестры. خرجنا من المستشفى في محل رفع خبر. Хабар для слова ат-тобибат. Понятно? Осылай, иншаллах, айтылады екен. Ал егерде хорожат ат-тобибату десек, хорожаны, как обычно, фиғл мадын мабниюн аля аль-фатхи ла махалла лаху минал иғроб. Сосын тау танис ас-сакина ол харф мабниюн аля сукун ла махалла лаху минал иғроб. Харфтардың барлығы ла махалла, сестры. Және ат-тобибату фағил болып кетеді уже, я, ол фиғлден кейін келсе, ол обычно фағил марфуғын ва аламат руфхи домма деп айтамыз. Түсінікті ма? Түсінікті. Осылай, сестры, алдағы уақытта, иншаллах, келесі сабақта біздер хорочту, хорочти, хорочта деген нәрселерді аламыз, иншалла. Жақтарға байланысты, я, біздің схеманы, иншаллах, келесі сабақта аламыз. Сендер бүгін, иншалла, пока осы күнге дейін сендер муфрат музаккар, муфрат муаннас, жаму музаккар, жаму муаннас түрлерін айта аласыңдар фиғлдерді, я. Пока осылай. Келесі сабақта, иншаллах, барлық жақтарға көшеміз. Қазір улаика исму ишара, я. Хаулаи сияқты тек көпше, алыстағы арналған, я. Исм ишара лил жамғил баид, лил ақли, аль-музаккар, валь-муаннас. Хаулаи бізде тоже исм ишара. Мыналар дегенді білдірсе, көпше түрге тек қана ақылдыларға. Бұл екеуі де тек қана ақылдыларға қолданылады, сестры. Хаулаи, улаика, біреу жақынға, біреу алысқа. Екеуі де бірдей, жаңағы мужской родқа да, женский родқа да бірдей қолданылады. Түсінікті ма? Бірдей қолданылады. Біреу алысқа, біреу жақынға тек. Сондай разница. Ешқандай несі жоқ, басқа ерекшелігі жоқ. Аль-жамғул қариб хаулаи риджалун, хаулаи нисаун. Мынау ер адамдар, мынау әйелдер деп специально бізге мужской род пен женский родты бірдей берген. Аль-жамғул баид улаика риджалун, улаика нисаун деп айтылады. Мән улаика риджалу тивалу. Мына анау жаңағы ұзын ер адамдар кімдер деп айтқанда, анау ұзын ер адамдар кімдер? Хум атибба, олар жаңағы врачтар дейді. Мән улаика нисау тивалу. Ана ұзын әйелдер кімдер? Хунна тобибатун, олар врач әйелдер деп айтады. Сонымен біздің сабақ бітті. Асмаул ишара лил қариб, жақын жердегі арналған. Исм ишаралар ол хаза, хазихи және хаулаи.
лил'ақл сөздері. Осына асмаул ишара лил баид, алыстағы арналған залика, тилка және улаика тек лил'ақл, ал залика, тилка ол екеуі де мына жерде көрсеткен залика роджулун, залика китабун лил'ақл да, лиғойрил ақл да жүретінін білеміз, иә. Ал әл-асмаул маусуля музаккар бол және муаннас бар, иә. Муфрат музаккар, муфрат муаннас бар, иә. Біздер білеміз ат-толибу лази захаба мин Ливия, жаңа кеткен студент, иә, Ливиядан. Әл-китабу лази маака китаби, сендегі кітап менің кітабым. Бұл жаңағы лил-ақл және лил-ғойрил ақл мысал. Сосын женский родта ат-толибату лати захабат минас судан, кеткен студентка Суданнан, немесе әл-хақибату лати маака хақибати, сендегі сумка менің сумкам. То есть сендегі г деген мағынаны білдіретін, кеткен, шыққан деген мағынаны білдіру үшін бізде әллази, әллати деген нәрселерді қолданылатынын білеміз, сондай мағынада, иә, сөздің. Так, хауляи риджалун ва нисаун, хауляи кутубун айтылмайды. Кутубун ғойрул ақыл болғандықтан оның исім ишарасы басқаша айтылады, оны алдағы уақытта иншаллах айтылады. Улаика риджалун ва нисаун олай дұрыс, бірақ улаика кутубун делінбейді. Неге? Себебі хаулаи және улаика тек қана лил-ақл жүретінін білеміз, сөздері түсінікті ма? Осымен иншалла 13-ші сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса маған иншалла жазыңыздар. Конспекттерді қайталап өздеріңіз үшін жазып алыңдар иншаллах тағы да. Так, осымен тоқтаймыз. Баракаллаху фикум ва джазакумуллаху хайран. Субханака аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.